кез келген мемлекет жақсы өмір сүру үшін азаматтық соғыстан өтеді екен, достар. Ол рас ақпарат. Ой, қандай әдемі жер. Мысалы үшін Қытайлар да сондай соғыстан өткен, Ресейдер, Жапондарда да болған, Америкада да болған ол жағдай. Великобритания, Франция, Испания, Италияда. Осындай экономикасы дамыған мемлекеттерде, Германияда болды, білесіздер. Сондықтан мен не үшін айтып жүрмін? Ұлтшыл қазақтар билікке келу керек деп. Оны жай айтпаймын ғой, өйткені мен білем, біздің қазақтың қоғамы қазіргі уақытта екіге бөлініп жатыр. Біреуі ресейшілдер, екіншісі жаңағыдай соғыс болмасын деп, жаңағыдай бізге елдің қоғамын ойлаған адамдар бар. Осылардың екеуінің арасына іріткі салатын болса, жаңағыдай мәселелер болады. Көрдіңіз ғой, Құдай жұмысқа келіп жатыр, бір-бірімен амандасып сөйтіп жатыр, жақсы настроениемен келіп жатыр. Біздің қоғам өзгерсе, біз де осындай нәтижеге келеміз. Дұрыс па?